Сәлеметсіздер. Құдағаш ауылдық кітапханасы «Ана әр үйдің шамшырағы» атты бейне презентация ұсынады. Халық арасында ананы қадірлеу, ананың орны туралы даналық сөздер көп. Мұхаммед пайғамбардың хадисінде де жұмақтың кілті ананың табанының астында деген. Әр адам жарық дүниеге келгенде мейірімді, жүрек жанды адамды көреді. Ол ана. Ана деген сөзге үлік-пүл қақпайтын жүрек, мөлдірлемейтін жанар жоқ. Әрбір ана отының өшпеуін, бақытының көшпеуін, шаңырағының құламауын, сәбидің жыламауын тілейді. Ана барлық өмірдің бастауы, адам бойындағы барлық қасиеттер ананың ақ сүтімен дариды. Ана ұлы адам, қасиетті жан. Қадыр Мырза Әлі ана. Бәрі де ана бір өзіңнен басталады. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба өзін деп қуандым, жыладым ба өзін жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзіңнен басталады. Жанарынан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дем ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді.